биіктен салып береді. Ендеше бұйрықпен барлық шеберлерді, құлдарды жинақтап, керекті жарақтарын жинақтап, менің сарайымның жанынан мұнараны салуды бастасын. Құп болып. Ханшайымның ыстық сезімі зәулім мұнара салғызды. Жан-жақтан жібер шақыртып, әкелді жаппар жалғызды. Ханшайым ақылына көркі сай, кербетті сұлу көріктен, бұрымы белден төгіліп, жанары жанға дәріліп. Сол бір ғажап аруға жас жігіт ғашық болады. Бар көңілін сезімін мұнараға салады. Тәкаппар ханша көңілін аударуға бел буған. Шебердің ойы өзгереді. Шеберлікпен көрсеткен, құрылыспен жеткізген жігіттің сезімі бөлек. Келбетін ғой, құлпырған. Саған ешкім сұлулықты теңе алмай. Қымбат көрдім өзіңізді алтыннан. Қолан шашын әсемденіп төгілген. Жүрегінен жылулықта көрінген. Орын бердім тап-таза жүрегімде. Қол жетпейтін арманға. Құдайым-ау, бұл не түс? Өнімде көрген жігітті түсіме кіргенін қалай түсінемін? Алақандай екі көзім өлдірем. Жанымды оттай қарып барады. Жоқ, мен ұлан ішіге адалмын. Менің күткенім де, сағынышым да бір әмірші. Талай асу еңсеріп туғылаттың, талай жорықты бұрқыраттың. Шапқан жерді шаңдатып ойран салып, талай жауды ойланбастан мұнсылаттың. 4 жылдан соң оралдыңыз еліне, жеңіс туын желбіреттіңіз көгінде. Өзге шаһар жерінен салынбаған, аспан менен таласқан мұнараны, сезім сырмен салдым елді төріне. Көкпен таласқан көк мұнара, қасыңнан кеткің келмейді. Не деген сиқыр сұлулық. Алыстағы жарына аяулы арудың сағынышын көрдім. Махаббаттың мұңын көрдім. Ханшайымның көрегендігін көрдім. 4 жылдық жорыққа кеткен қажыған қайратымда. Шаршаған сүлдерді тірілттің, о кіші ханшайым. Сізді көрмей 4 жылайын шыдадым. Құласы да көңілім. Сізді көріп, міне бүгін қуандым. Ол әміршін бәйбішеңіз келген жәрдемесі қабыл алыңыз. Бұл не белгі? Басыма қатер төнді ме? Аумаға түскен бұл не ғып? Басыма қауіп төнді ме? Елім ертке түсті ме? Таққа талас бар ма екен? Әлде балаларымның билікке ұмтылғаны ма? Бұл не белгі? Мен тағымды сенімді сақшылармен мығым еттім. Ақ ордамды ақылды ерлер мен уәзірлермен бекіттім. Қалың әскерімді білікті сақшы қолбасшылармен бекіттім. Әлде биік мұнара, мұң басқан мұнара, сиқырлы мұнара. Сенде сыр бар ма? Шақырыңдар жас шеберді. Шеберді алып кіреді. Жігіт өзінің неге шақырылғанын айтқызбай-ақ түсінгендей қалыптаныпты. Мұнарада не сыр бар? Не сыр бар? Я ханим, бұл асқақтаған сұлулықтың бейнесі. Көрген жан тамсанып қана қоймай, тәңірдің әлдебір жұмбағының шешуін тапса да, есіне бәланды түсіре алмай, аян асық қылып, арманда ақтан атмай қылып салды. Доғар, шебердің ханшайымға қараған екі көз ойылсын. Мұнараны салған екі қолы кесілсін. Ешкімге де айта алмайтындай тілі кесілсін. Әміршінің көз алдынан соқыр жігіт кетпей қойды. Күймесіне келіп, қасқиып отырып алғандай. Үңірейген екі көздің түбіне тажал болғандай. Қорықпа, барар жерің бәрібір жердің асты. Жердің асты. Әміршінің көзі шарасынан шығып барады. Бұл қалай? Баяғыда тілін кестіріп тастамақ па еді? Әлде оған құдірет күш қайтадан
Әміршінің көзі шарасынан шығып барады. Есінен танды. Әлде бір уақытта барып көзін ашты. Осы бір озбыр күмәннің бәрібір бұның басын жұтпайтын-байтынына бір жола көзі жеткендей болды. Ол қайтадан есеңгіреп кетті. Рөлдерде ойнағандар жас шебер Хамитбеков Жарас, Ханшайым Сақан Айгерім, Хан Нұрхан Ильяс, Уәзір Темірғали Мадияр. Автор Сапаева Зумрет.